Тәжірибемнен түсінгенім, мысалға таңертең ерте тұрған уақыттың несі қандай, берекесі қандай немесе басқа кезде, яғни таңғы уақытты, оның несі қандай салыстырмалы түрде қарасам, шын мәнінде таңғы уақыттың бізге білінбейтін бір ризық берекесі бар. Сосын осыны тәуекел деп, бірінші негіз кітаптың аты келді, құрбыммен сөйлесіп отқан кезде, осы таң нығметі деген. Содан кейін тәуекел деп осы тақырыпқа кірістім. Айша ханым, мен кітапты ашып оқып отырмын. Әсіресе мына тұсы ұнады. Ұйқыны 12-ден қалдырмау керек, және ояна салып, оян таңғы хабарын қосу керек. Деген тұсы ұнады. Өте дұрыс. Әзілдеп жатырмын. Негізі, нешеде ояну керек, қалай ойлайсыз? Және нешеде ұйқыға жату? Жалпы, егер кітаптың сыртына мән берсеңіздер, ол жерде кофе тұр, және оның ұстайтын тұтқасы сағат 4-те тұр. Бұл бекер емес, яғни таңертең сағат 4-те тұру керек деген сөз. Мәссаған, 4 тым ерте емес пе? Ерте емес. Егер былай қарайтын болсақ, әлемдік табысқа жеткен тұлғалар, ең мықты қазір бізді әлемді басқарып отқан тұлғалар деп айтсақ болады, табысты тұлғалар таңертең 4-те 3:30-да оянады екен. Нешеде жату керек сонда? Ол үшін 9-10-да жату керек. Былай қарасаңыз, бұл қарап тұрған бір қарапайым нәрсе сияқты да. Ал бірақ бұл өте үлкен қазіргі әлемдік деңгейде қазір мысалы ұйқысыздық бір індетке айналып бара жатыр ғой, бұның барлығы бір-бірімен байланысты. Яғни өзінің табиғатынан адасып жүрген тек адамзат баласы ғана. Тіпті ғалымдар айтады, саналы түрде ұйқысынан бас тартып жүрген тек адамдар ғана дейді. Ал басқа бүкіл табиғат тіршілік өз уақытында ұйықтайды, өз уақытында тұрады, тіршілігіне кіріседі, неге сондай екен. Ал адамның табиғаты, мысалға біз айтамыз ғой, біздің ата-бабаларымыз текті болған, мықты болған, ақылды болған деген секілді. Қазір неге біз бәріміз адасып жүрміз, шатасып жүрміз? Неге ауру көп? Ұйқысыздықтың себебі неде? Адамдар мүмкін қазір бір психологиялық әсерде жүрмеген, немесе тым ақпарат көп па? Шынымен де сіз кітабыңызбен бәрі бір-бірімен байланысты. Ал бірақ оны ретке келтіру өзіміздің қолымызда екен. Мүмкін осындай кітаптың